Сәлем достар, қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Мен сіздерге груша қосылған пирог жайында айтатын болам. Осылай грек жаңғағын араластырып турап аламыз. Бірінші маған тіркеліп, лайк басып, колокольчик басып, қолдап кетіңіздер. Рахмет сіздерге. Ол үшін біз майдалап ұнтақтап аламыз. Осылай майдалап аламыз. Грек орехын және ұн қосамыз, кішкене жұмыртқа, сары май қосып, араластырып начинкасын дайындаймыз. Сосын ол дайын болған соң қамырын, тестасын дайындаймыз. Тестаға керекті ұн, жұмыртқа, 3 жұмыртқа. Бұл құрамындағысын бәрін описаниеде жазатын боламын. Осылай араластырып аламыз да. Сосын 2 тал алмұртты кубиктап турап алып, тестаға араластырамыз. Сосын араластырып 19 сантиметрлі қалыпқа осылай салып аламыз. Ортасына начинкасын салып, сосын бетіне екінші қабат қылып тағы да жағып салып аламыз. Үшінші қабат осылай салып алып, пешке қоямыз. 35 минутқа пісіп шығады. Маған тіркеліп қолдап кетіңіздер достар, рахмет. Осындай балғын, жұмсақ, дәмді болып шығады. Дәмді пирог жасап көріңіздер. Описаниясын, бүткіл құрамының бәрін жазам описанияда. Астарыңыз дәмді болсын, жасап көріңіздер. Рахмет, сау болыңыздар.